Сайын Шапағатов мектеп-гимназиясы. Қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі Үсіпәлиева Балым Маралбекқызы. Пәні қазақ тілі, сыныбы 8 В сынып оқушылары. Сабақтың тақырыбы отан, табиғат, жер ана. Сабақтың мақсаты жаңа білімді меңгертіп, сөйлемнің бірыңғай мүшелерін табу арқылы берілген тапсырмалар бойынша мәтінмен жұмыс жасау. Сәлеметсіңдер ме балалар, қымбатты оқушылар. Жаңа сабағымызды бастағалы отырғандықтан бар назарларыңыз менде болсын. Туған жер, балалар. Туған жердің, отанның адам өмірінде алар орны ерекше. Не себепті деп ойлайсыңдар? Себебі әрбір адам баласына ауадай қажет. Туған жерсіз, елсіз, өзінің туған тілі, қасиетті дінісіз ешқандай адам бақытты бола алмайды. Міне балалар, отан үшін отқа түс күймейсің деген мақалдың астарында қандай ой жатыр? Мен сендерге ашып түсіндіріп өтейін. Сендер неге өмірге келіп, естеріңді жия сала мектеп табалдырығын аттайсыңдар? Себебі оқып, білім алып, яғни туған жерлеріңнің сырға толы тарихын, сол туған өлкелеріңнің ақын жазушыларын, елін, жерін қорғаған найзаның ұшымен, жандарын қиған батыр аға апаларымыздың өмірімен танысу үшін. Тарихты, әдебиетті оқисыздар. Басқа пәндерді де оқып, туған жердің ыстық екендігіне көз жеткізесіңдер. Яғни сендер де осы елдің патриот азаматы болуды армандайсыңдар. Туған жер ыстық болуында үлкен мән мағына жатыр балалар. Себебі ол сенің аялап өсірген атанаң, бауырың, тай құлындай тебісіп өскен құрдастарың, сендерді білім жолына жетелеген ұстаздарың, қызыққа толы балалық шақтарың, туған ауылың. Міне осының барлығын бір сөзбен айтқанда сенің қасиетті отаның деуге болады. Балалар, әдебиеттен өттік, өздерің білесіңдер. Қазақтың ақиық ақыны, Алматының тумасы Мұқағали Мақатаев ағамыз жырлағандай: мен оның түнін сүйем, күнін сүйем, ағынды өзен асқар тау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем, мен оның құдіретті түнін сүйем. Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықта, бос торғайы бол оның шырылдаған. Оқушылар, байқадыңдар ма? Осы шумақ, өлең шумақтарына қандай махаббатты, сезімді, ыстық ықыласты сыйдырған. Балалар, міндетті түрде ағамыздың осы өлең жолдарын жаттап алайық. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызды ары қарай жалғастыра отыра, үй тапсырмасы бірыңғай мүшелеріне байланысты беріліп жатқандықтан, бірыңғай сөйлемнің бірыңғай мүшелерін қайталап жіберейік, яғни тоқталып кетейік. Сендер сөйлемнің бірыңғай мүшелерін бастауыштан бастап өтіп келе жатырсыңдар балалар. Сөйлемдегі қызметі, тұлғасы бірдей, бір сұраққа жауап беретін, бір ғана сөйлем мүшемен байланысатын немесе одан көп мүшелерді бірыңғай мүшелер дейміз. Сөйлемнің барлық мүшесі бастауышта, баяндауышта, толықтауышта, анықтауышта, пысықтауышта бірыңғай мүше бола алады. Яғни бірыңғай мүшелер жалғаулықсыз да, жалғаулықпен де байланыса алады балалар. Үй тапсырмасы 80-ші беттегі 3-ші тапсырма. Назар аударғандарыңызға рахмет.